Елімізде теледидар жөндеу бағасы бір жылда 20%-ға қымбаттады. Ал керісінше сатылу құны 4,1%-ға арзандаған. Бұл ұлттық статистика бюросының дерегі. Көк жәшік жөндеу ақысы неге жоғары? Тілшіміз Дәрбек Бақытбек зерттеді. Үйдегі жалғыз теледидар еді, бұл да бұзылып қалды. Енді жөндеуге әкеліп тұрмын. Ассалаумалейкум аға. Экраны кетіп қалды, қанша болады? Қайсысы? Мына плазменный телевизор екен. 70 мың теңге болады бұл. 70 мың? Иә, 70 мың теңге. Ой, одан да жаңасын ала салғам жақсы ғой. Теледидарды жөндеу ақысы оның көлемімен ақауы бар жабдығына қатысты. Қажетті заттар шет мемлекеттен әкелінеді. Оған жеткізу құнын қосыңыз. Ильяс Ерден бұл кәсіппен 5 жылдан бері айналысады. Күніне кем дегенде 3 адам келеді дейді. Басында біз диагностика жасаймыз. Бір күннен 3 күнге дейін ол бізде регламент бойынша, очередь бойынша адамдар жаңағы телевизор болсын, басқа бір техника болсын қалдырады. Тез шешілетін проблемалар болса, ол сол диагностиканың бойында ремонтталады. Көбісінде проблемалары жаңағы телевизорлармен, оларда матрицалар кетеді. Матрицаның құны ол телевизордың 70-80%-ын құрайды. Ресми мәліметке сүйенсек, халықтың теледидармен қамтамасыз етілуі 99,9%. Қарағанды, Ақтөбе, Ақмола облыстары ғана көшке ілесе алмай қалған, ал қалған аймақтар 100% қамтылған. Үйде теледидар болса да, жұрттың бәрі оны көрмейді екен. Сауалнамаға жауап бергендердің бірлі жарымы ғана жаңалықпен түрлі сериал қарайтындарын айтты. Теледидар қарамаймын. Неге? Уақытым жоқ. Бір жарты сағат қана көремін. Көбінде телефон қараймын. Теледидар бұзылып қалған кез болды ма үйде? Иә, болады. 20 мыңдай кетеді әр кезде, әр қалай ғой. Телевизор ма? Иә. Қараймыз. Күніне 3-4 сағат. Қараймыз новости. Заманауи технология дамыған тұста көп адам әлеуметтік желіге тәуелді. Қызықтың бәрі сонда деп есептейді. Орта буын өкілдері де ғаламторсыз өмір сүре алмайтын деңгейге жетті. Соның салдарынан көп үйде көк жәшік шаң басып тұр. Дәрбек Бақытбек, Нұржан Махмутов, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.